Бұл заманда жылап мұратқа жетем деу, аш түйенің күйсеуі сынды дәрменсіздік. Адам күліп тумайды, туа сала күлмейді. Үйренеді күлуді, бірақ күліп өлмейді. Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып. Және жылап өледі, өзгені де жылатып. Жылайтыны туарда, жамандар бар қимайтын. Жылайтыны өлерде, жақсылар бар қимайтын. Ақиқатты айтар болсаң, аға бауыр өкпелейді. Дос бұлданып, дос болыппын текке дейді. 15 деген жасымай, жарға ойнаған лақтай. 20 деген жасымай, көлге біткен құрақтай. 30 деген жасымай, таудан аққан бұлақтай. 40 деген жасымай, қырымға да көз салған, байлаулы тұрған құр аттай. 50 деген жасымай, қайтып бір көшкен ел екен. 60 деген жасыңыз, күзге соққан жел екен. 70 деген жасыңыз, қап-қараңғы түн екен. 80 деген жасыңыз, қазулы тұрған көр екен. 90 деген жасында өлімнен басқа жоқ екен. Адамның шашқаны емес, тергені, алғаны емес, бергені қалады. Аштықта да, тоқтықта да өтер күн. Дүниенің соңын қуып жетер кім. Ештеңеге қолың жетпей өтерсің, тұла бойды баса берсе бекер мұң. Баршылықта, жоқшылықта өтер күн. Басқа түскен барлығында көтергін. Таңдайыңа тұздың дәмі келмесе, қадіріне жетер медің шекердің. Жақсылықта, жамандықта өтер күн. Белгілі ғой бәрін көріп өтерің. Жаны ашып бөліп саған бермейді, бақытына қызыққанмен бөтеннің. Ыстықта да, суықта да өтер күн. Ауырды да, жеңілді де көтердің. Өз-өзіңді керек қыла алмасаң, өзгелерден сені керек етер кім. Нар кескен қайрылмайтын қылыш болса, мінезі, ақылы, өнері дұрыс болса, бір сырлы, 8 қырлы болса жігіт, жорғадай тілі майда жүріс болса, ақылды, сабырлы ер деп соны айтамыз. Еткені берекелі жұмыс болса, бұл айтқан ақылымда жалған бар ма? Көріңдер миға салып дұрыс болса. Мендегі мына өкініш, барады сыймай толып іш. Болса ғой шіркін бәрі де, жай ғана ұйықтап көрген түс. Мендегі мына өкініш, қалдырмай бойда қайрат күш. Тілі бар бірақ мылқаудай, өтуде үнсіз жаз бен күз. Мендегі мына өкініш, меңзейді қайда, қайсы түс. Қолымды әлде бір сілтеп, кетсем бе ұшып болып құс. Ақылға салып аңдып бас, қапыда қалмай қайран жас. Өмірдің теңіз толқыны, басыңнан сипап аямас. Ілгері ұмтыл алға бас. Биікке шыққысы келіп өзеуреген жан, түбінде өзіне баспалдақ табады. Өзімнің мініме құлағым керең, кісінің мінін қырымнан көрем. Олақ адам міншіл келеді, оңбаған адам күншіл келеді. Ілгері ұмтыл алға бас, өмір мынау жанталас. Сүрінсең де тік тұрып, қадамыңды қайта бас. Мықтылар мүлде тайынбас, кезіксе де тау мен тас. Жетем десең мақсатқа, сынғаның жолда жарымас. Өзгергің келсе батыл бол, мүмкін емес істерді жасағың келсе төзімді бол. Қай кезде батыл, қай кезде төзімді болу керектігін білгің келсе, ақылды бол. Қайғыны жыртық көйлегің сияқты үйде қалдырып кет. Шешім қабылдап болып ойланғанша, ойланып шешім қабылда. Алыстан іздеме бақытты, байқап тұрсаң бақыт сенің жаныңда.
өзің жайлы айтуға асықпа. Сен жайлы әңгіме сен кеткен соң басталады. Кейде бір мақсатқа жету жолында бір нәрсені құрбан етуге тура келеді. Құрбан ет, бірақ кейін өкінбейтіндей бол. Өйткені бұл сенің таңдауың, сенің өмірің, сенің тағдырың. Бір түнде күзді қысқа айналдырған Алла тағала сенің де қайғыңды бақытқа айналдыра алады. Тек сабырмен күт. Шынайы түрде жақсы жаққа өзгеремін деп әрекет етіп бастаған адамды Алла тағала жарты жолда қалдырмайды. Нағыз әйел, күйеуі оның жанында жайбарақат сезінеді. Шаршап келгенде тыныштық тауып дем ала алады. Саяхаттаңыз. Ақша қайтып келеді, ал уақыт қайта келмейді. Естеріңде болсын, жігіт 7 рет құлар, 8 рет тұрар. Ақшамен сынап жатса, өмірде шүкір етіңдер. Бастысы денсаулықпен, балалармен, бауырлармен, туыспен сынамасын. Қолыңдағы бар нәрсеге шүкір етсең, қолыңдағы жоқ нәрсеге жетесің. Есейген сайын достарыңның санын емес, олардың сапасы маңызды екенін түсінесің. Тәубеден аққан жас жақсы, сәждеде жатқан бас жақсы. Ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Әйел адамның еркелігін тек шын жүрегімен сүйетін мықты еркек қана көтере алады. Қарапайым бол, Алла тағала өз-ақ дәрежеңді көтеріп қояды. Ойымда еш жаман ойы жоқ адам болғанымыз сонша, күліп сөйлегендердің барлығын өзіміз сияқты көріп, сеніп қала береміз. Әр жолыңа ойланып жаса қадам. Сонда биік шың болмас баса алмаған. Әрекетсіз бекерге жүре берме, бақ қонады екен деп қашан маған. Аз да болсын еңбек қыл ақырындап, сонда арманың тұрады жақынырақ. Таудың басын көремін деген адам ең алдымен жүреді шақырымдап. Алдан шығар әлі де кедергі көп, оған сына берудің керегі жоқ. Қозғалыссыз бір жерде тұра берме, тілеуімді бір Құдай береді деп. Аямасаң біреуден көмегіңді, көтереді Құдайым беделіңді. Қалаған дүниеңді бермесе де, береді Алла саған керегіңді. Шын күліп, шын жылап, жүрегің қан жылап, жүрмеші жеңіліп, өткенші бұл сынақ. Ағайын, күлкің қайда, назың қайда, жарасқан бір-біріңе әзіл қайда. Қалған көңіл шыққан жан дегендейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма? Бұл өмір сынақ, бір күліп қайтадан жылап. Өмірден жеңіл оңай, жеңілме қайта тұр бірақ. Қар борасын мейлі тұрсын дауылдар, сілкіп бұлтты тіпті жаусын жауындар. Жаурағанда көңіліміз суықта, жылы сөзбен жылытайық бауырлар. Болғанымен неше түрлі түріміз, қанымыз бір емес пе дініміз. Көтерейік, тұрғызайық орнынан, абайсызда құлап қалсақ біріміз. Бақыттысың, сенетұғын қасыңда адам барда, келешегің, ұрпағың, балаң барда. Бақыттысың, расымен бақыттысың, ғазиз әкең, жәннатың, анаң барда. Бақыттысың, түсінер жаныңда жарың барда. Жарың барда, бойыңда дарын барда. Бақыттысың, сен сондай бақыттысың, денсаулығың кеудеңде жарың барда. Егер өмірің жақсы жаққа өзгергенін қаласаң, бақытты екеніңді ешкімге айтпа. Өзгелердің өмірін талқылама, өсектің апарады арты жарға. Біреудің қателігін көремін деп, мойныңа бекер күнә артып алма. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.